Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы. 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытүбек ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда өкіметінің мүшесі. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ол өте кемеңгер, білімді тұлғаның бірі болған. Байтұрсыновтың саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға тұс келеді. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған Қарқаралы петициясы авторларының бірі Байтұрсынұлы болды. Қарқаралы петициясында жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істерінде қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ождан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару және баспахана ашуға рұқсат беру, күні өткен дала ережесін қазақ елінің мүддесіне сай заңмен ауыстыру мәселелері көтерілді. Онда қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударылуы үзілді-кесілді тоқтау талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап жандармдық бақылауға алынған Байтұрсынұлы 1909 жылы 1 шілдеде губернатор Трайницкийдің бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылады. Ресей ішкі істер министрінің ерекше кеңесі 1910 жылы 19 ақпанда Байтұрсыновты қазақ облыстарынан тыс жерге аудару жөнінде шешім қабылдады. Осы шешімге сәйкес Байтұрсынұлы Орынборға 1910 жылы 9 наурызда келіп, 1917 жылдың соңына дейін сонда тұрды. Байтұрсынұлы өмірінің Орынбор кезеңі оның қоғамдық саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада 1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Газет қазақ халқын өнер, білімді игеруге шақырды. Байтұрсыновтың Орынбордағы өмірі мен қызметі Ресей үкіметінің қатаң жандармдық бақылауында болды. Ол қазаққа жабылған негізсіз жала салдарының абақтыға отырып шықты. Байтұрсынов 1917 жылы революциялық өзгерістер арнасында өмірге келіп, қазақ тарихында терең із қалдырған қазақ съездері сияқты тарихи құбылыстардың қалың ортасында жүрді. Оларға тікелей араласып, қазақ газеті арқылы саяси, теориялық бағыт-бағдар беріп отырды. Байтұрсынұлы Алаш партиясы бағдарламасын даярлаған шағын топтың құрамында болды. Байтұрсынов пен Дулатов қазақ арасында бұрыннан келе жатқан ру, жүз аралық алауыздыққа байланысты Алаш Орда үкіметінің құрамына саналы түрде енбей қалды. Бірақ олардың қазақ ұлттық мемлекеттік идеясын жасаушы топтың ішінде болғандығын замандастары жақсы біліп мойындады. Алаш Орда құрамын бекіткен 2 жалпы қазақ съезі оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсыновты бекітті. Байтұрсыновтың ықпалымен сәуірде Алаш Орда басшылары мен мүшелеріне кеңес үкіметінің кешірімі жарияланды. Байтұрсынұлы бұл тарихи кезеңде патшалардың төрінде отырғаннан социалистердің босағасында өлгенім артық деген пікірде болды. 1920 жылы Владимир Ильич Ленинге үкіметінің Қазақстанды басқару ісіндегі алғашқы қадамының қатал сынға алған хатын жолдады. Қазревком мүшесі ретінде Қазақстанның Ресеймен шекарасының қалыптасу ісіне белсенді түрде араласты. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1919 жылғы 27 тамызда Қостанай уезін Челябинск облысына қосу туралы шешімге қарсы Байтұрсынұлының жазған саяси наразылығы Қостанай уезін Қазақстан құрамына қайтаруға негіз болды. Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ АКСР-ның үкіметінің құрамына еніп,
1920-1921 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссары құрамына еніп, 1920-1921 жылы Қазақ АКСР халық ағарту комиссиясы қызметінде болды. 1922 жылы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың, 1925 жылы халық ағарту комиссариаты ғылыми әдеби комиссиясын Қазақ өлкесін зерттеу қоғамы төрағасы болып қызмет атқарды. Байтұрсынұлы түрлі мемлекеттік қызметке ат салса жүріп, сонымен бірге бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық, ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921-1925 жылы Орынбордағы, 1926-1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институтында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогикалық институттың ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне ауысты. 1929 жылы 2 маусымда 43 алаш қозғалысы қайраткерлерімен бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. КСРО халық комиссиялар кеңесі жанындағы ОГПУ үштігінің 1930 жылы 4 сәуірдегі шешіміне сәйкес Байтұрсынұлы ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгеріске ұшырады. 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға Архангельскке жер аударылсын деп ұйғарылды. 1933 жылы мамырда денсаулығы нашарлап кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген отбасымен бірге өткізуге рұқсат берілді. 1934 жылы Максим Горкийдің жұбайы Пешкованың көмегімен Байтұрсынұлы отбасымен мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға оралды. Бұл жерде тұрақты жұмысқа қабылданбай, түрлі мекемелерге қысқа мерзімдік қызметтер атқарды. 1937 жылы 8 тамызға тағы да қамауға алынып, 2 айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды. Тұтас буынның төл басы болған Байтұрсыновтың алғашқы кітабы 40 мысал 1909 жылы жарық көрді. Ол бұл еңбегінде Ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын, елдің туралаған халін жұмбақтап, тұспалдап жеткізді. Байтұрсынұлы мысал жанрының қызықты формасы, ұғымды идеясы, отты тілі арқылы әлеуметтік сананың оянуына ықпал етті. Ақынның азаматтық арман мақсаты, ой толғамдары, кестеленген өлеңдері Маса деген атпен жеке кітап болып жарық көрді. Масаның негізгі идеялық қазығы жұртшылықты оқуға, өнер білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық, енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Абайдың ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта отырып, Байтұрсынұлы 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетін төңкерісшіл демократтық дәрежеге көтерілді. Сондай-ақ Байтұрсынұлы қазақ тілінде Пушкин, Лермонтов, Вольтер, Нацин өлеңдерін аударды. Бұл аудармалар Байтұрсыновтың тақырыпты, идеялық көркемдік деңгейі жоғары туындылар. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ жастарының рухани көсемі болды. Байтұрсыновтың «Қазақтың 5 ақыны» деген көлемді мақаласы әдебиеттану ғылымындағы алғашқы зерттеу еңбектерінің бірі. Мақалада ұлы ақын Абайдың тарихи миссиясы, рухани болмысы, өлеңдерінің ұлттық сөз өнеріндегі маңызы, көркемдік, эстетикалық сипаты баяндалды. Ол Абай өлеңдерінің даралығын, сөзі аз, мағынасы көп тереңдігін, сыншылдығын ұғындырды. Байтұрсыновтың Абайдың ақындық шеберлігі, поэзияға деген көзқарасы туралы ғылыми тұжырымдаманың қазақ әдебиеттану ғылымында жалғасын тапты. Байтұрсынұлы әдебиет танытқышымен қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салды. Сондай-ақ ол әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. Халық мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде негіз етіп, ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кеткендігін айтты. Байтұрсынұлы қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырған ірі қайраткер. Ол қазақ халқына
зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін ұғындырып, баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге аса қажет нәрсе екенін жанкешті іс-әрекетімен көрсетті. Байтұрсынұлы ұйымдастырып, бас редактор болған Қазақ газеті қоғамдық ойға ірі қозғалыс, рухани санаға сілкініс әкелді. Қазақ газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айналды. Байтұрсынұлы әлеуметтік мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге ықпал жасаған публицист. Қазақ зиялыларының жан-жақты білімдар әрі саяси күресте шыңдалған легін қалыптастыруда Байтұрсыновтың публицист, баспасөз ұйымдастырушы ретінде еңбегі ұшан теңіз. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлтты қазақ әліпбиін жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Оның қазақ әліппесінің авторы екендігі, қазақ тілінің фонетикасы, әдебиет теориясы мен мәдениет тарихы оқулықтарын жазды. Қазақстандағы көптеген мектептерге, көшелерге Байтұрсынұлының есімі берілді. Тіл білімі институты, Қостанай университеті Байтұрсыновтың есімімен аталады. Байтұрсыновтың мұражай үйі мен ескерткіші ашылды. Қазақтың рухани көсемі атанған алаш ардақтысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының есімі қазақ халқы үшін мәңгілікке есте сақталады.